Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Парламент қабырғасында отырған Ақжол партиясының өкілі Дания Еспаева үкіметке ашық сауал жолдап былай деді. Неліктен санитарлық дәрігерлер адам толы автобусқа қарағанда кафеде жұқтыру қаупі көп екеніне немесе вирус сағат 22:00-ден кейін кенеттен оянып белсенді тарайтынына сенімді? Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжановқа таяуда өткен елдегі эпидемиологиялық ахуал жөніндегі кеңес барысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық дәрігерлер мен әкімдіктердің жұмысына төмен баға беріп, олардың жұмысының негізгі бөлігі экономикалық түрлі секторлардың қызметін шектеуге, мониторингтік топтардың рейдтері мен айыппұлдарға алып келгенін атап өтті. Мемлекет басшысы шектеулер мен кейінгі рейдтер оң нәтиже бермеді, әлеуметтік шиеленісті тудырды. Мониторингтік топтардың жұмысы бизнесмендердің наразылығын тудыра бастады. Ол кейде ашық емес сипатқа ие. Кейбір мекемелер жиі тексерілуі мүмкін, ал басқалары мүлдем тексерілмеген. Ақжол демократиялық партиясының фракциясы мұндай бағалауды толықтай қолдайды. Біз өз депутаттық сауалдарымызда мониторингтік топтардың қызметі мен олар салатын айыппұлдардың заңсыз әрі сыбайлас жемқорлық сипат алғаны туралы хабарлағанымызды еске салуға мәжбүрміз. Біз тыйымдардан бас тартуды және кәсіпкерлік кодекске сәйкес бизнесті ақылға қонымды реттеуге көшуді ұсындық. Кодекске сәйкес санитарлық эпидемиологиялық талаптардың сақталуын тексеруді жүргізуі тиіс. Алайда барлық жерде кәсіпкерлердің мүлдем басқа тұлғалар, полиция, әкімдіктер, олардың тағылымдамадан өтушілері, яғни лауазымды тұлғалар да емес, волонтерлар және тағда басқалар тексереді. Ал санитарлық дәрігерлер тек осы топтардың хаттамалары негізінде айыппұл жазып береді. Бұл ретте мониторингтік топтардың өздері бетперде режимін сақтамайды, кәсіпкерлердің заңды құқықтарын бұзады, өз қалауы бойынша объектілерді бұзады. Кәсіпкерлерге олардың заңсыздығына дау айтуға мүмкіндік болмас үшін іс-әрекеттеріне бейне түсірілімдер жүргізуге тыйым салады. Мониторингтік топтарда топтың іс-әрекеті бизнеске залал келтіру және кәсіпкерлерден қорқытып алушылық үшін толық жауапкершілікті мойнына алатын нақты лауазымды тұлға жоқ. Олар өздері конституция мен заң бекітіп алған түсініксіз ұрыларға айналды. Сондықтан жергілікті жерлерде майда мониторингтік топтардың атын жамылып, кәсіпкерлердің қалтасын жымқырған ешқандай мемлекеттік органға қатысы жоқ алаяқ топтар пайда болғаны жайдан жай емес. Біздің барлық өтініштерімізге осындай әрекеттердің заңсыздығы туралы прокуратура органдары, полиция мен әкімдіктер құрған мониторингтік топтар кәсіпкерлік кодекске сәйкес бұзушылықтар және жұқтыру қаупі туралы шұғыл хабарлама болған кезде ғана тексерулер жүргізе алады деген жауап жолдады. Ал әкімдіктер мен полиция кодекске назар аудармауы мүмкін екен, бірақ бұл заңды тікелей ескермегендік болып табылады. Заңның қолданылуы төтенше жағдай кезінде ғана тоқтатылуы мүмкін, бірақ ол 1 жыл бұрын кеткен жылдың 11 мамырында аяқталған болатын. Сондықтан барлық мемлекеттік органдар заңды сақтауға міндетті. Сонымен қатар санитарлық дәрігерлер енгізген шектеулердің өзі көптеген сұрақтар туғызады. Әр аймақтың өз шектеулері бар. Олар көбінесе ақыл ойға және жасыл, сары, қызыл аймақтарға бөлінуге қайшы келеді. Мысалы, тамақтану мен дүкендердің жұмыс уақытына шектеулер бір жерде 20:00-ге дейін, бір жерде 23:00-24:00-ге дейін енгізіледі. Қызыл аймақтарда кейбір нысандар жасыл аймақтарға қарағанда одан ұзақ жұмыс істегенде кездеседі. Неліктен? Санитарлық дәрігерлер адам толы автобусқа қарағанда кафеде жұқтыру қаупі көп екеніне немесе сағат 22:00-ден кейін вирус кенеттен оянып белсенді тарайтынына сенімді. Мұндай шешімдер 1 жылдан бері қандай статистикалық ғылыми дәлелдерге негізделген? Ақыл ой тұрғысынан алғанда олардың жұмыс уақытын шектегеннен гөрі жабық
бөлмелердің толтырылуын шектеу әлдеқайда маңызды. Объектілерге тыйым салу мен басқалардағы той думандарға көз жұмудан гөрі қашықтықты сақтауды талап ету әлдеқайда тиімді. Келушілердің маска режимін бұзғаны үшін бизнеске қашан айыппұл салынатыны тіпті түсініксіз. Осы логикаға сәйкес сатушылар немесе даяшылар бір емес бірнеше ер кісімен төбелесуге мәжбүр. Сонымен бірге тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң тұтынушыларға қызмет көрсетуден бас тартуға бизнеске тыйым салады. Заңға қарсы және жалпы ойға қонымсыз қарама қайшылықтар көп. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы шектеулер мен кейінгі рейдтердің балығы туралы оң нәтиже бермегенін атап өтті. Есесіне олар шағын және орта бизнестің жұмысына кедергі жасап, күйретіп мыңдаған отбасын күнкөріс қаражатынсыз қалдырды. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Ақ жол депутаттық фракциясы біріншіден мониторингтік топтарды жою не олардың құрамы мен іс-әрекеттерін кәсіпкерлік кодекске сәйкес келтіруді, сондай-ақ әрбір топтың барлық іс-әрекеттеріне жауапты тұлғаны айқындауды. Денсаулық сақтау министрлігінің коронавирустың таралу дәрежесі бойынша аймақтар үшін бірыңғай санитарлық талаптар әзірлеуін, сауда, қоғамдық тамақтану және қоғамдық көлік объектілерінде тек маскалық режиммен келушіге арналған алаң нормасы бойынша шектеулерді қалдырып, жұмыс күндері мен уақыты бойынша тыйымдарды алып тастауды, тұтынушылардың бұзушылықтары үшін кәсіпкерлерді жазалауды тоқтатуды, маска режимін қолғаптар мен кілемшелерді бұзу жағдайлары мен қарастырылған үлкен мөлшердегі айыппұлдар болмағандықтан осы бапты қолданудан бас тартуды талап етеді. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары. Үкімет отырысында назар аударуға тұрарлық қоғам шындығын бүкпесіз жеткізген ақжолдықтар біраз мәселенің бетін қайырыпты. Нәтиже қалай боларын көреміз. Дегенмен, әрине карантин жағдайы елдің болашағы үшін, сақтық үшін ұйымдастырылуда. Дегенмен, осы тәртіпті бұзған азаматтарға бармақ басты көз қысты қарайтын мемлекеттік органдар аудандық, ауылдық жерлерде тіпті ірі қала орталықтарында да кездесіп жатады. Показуха деген әдетке айналды. Есікке жапсырылған маскасыз кіруге тыйым салынады деген жерлерде бүгінде сатушының өзі маскасыз тұратын болды. Ал төбедегі крышасы жағдайын реттеп берсе, кім келіп тиісер дейсің? Соңғы кездері былтырғы жылмен салыстырғанда рекордтық көрсеткіш көрсетіп жатқан статистика шектеу талаптарының толыққанды орындалмағаны, халыққа түсіндіру жұмыстарының дұрыс жүргізілмеуінен, сондай-ақ заңды орындауға тиісті адамдардың заң бұзушылыққа баруы басты себеп деуге болады. Өткен жылғы сценарий қайталанбас үшін алдын алу шараларын үкімет пен денсаулық сақтау министрлігі арнайы ұйымдастыру керек. Жылтыраған беттермен көріп келдік қабілеттерін сынай бергенше нақты шаралар жасалуы міндетті деп білеміз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Өз ойыңызды айтар пікіріңізді төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.